Рамеш Бабу, Монгон Туол, әйелдер арасындағы Гран-при Пуне, Үндістан. Ат F3, D5, G3, піл G4, піл G2, ат D7, H3. Мына пілдің мәселесін анықтау. Піл H5, D4, E6, C4, негізгі орталыққа шабуыл жасау, C6 рокировка. Енді мынау славян үшбұрыш екенін сіздер жақсы білесіздер. Ат G, F6, CD, CD және уәзір B3. Мына қомағалар қатарына кірудің амалы. Уәзір B6 алдық және G4 мына пілдің мүмкіндігін шектеу. Піл G6 ат C3, піл B4, енді болашақта мынаны алып, соң кейін мына тура C8 деп осы сарбазға шабуыл жасаудың амалы. Ат B5, сондай мүмкіндік жоқ. Өзі қомағалар қатарына кіріп, және мына патшаға, және мына тураға шабуыл жасағысы келеді. Рокировка A3, піл E7 және ат негізгі орталыққа барды. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына G6-дағы пілге шабуыл жасау. Піл E4, F3, піл C2 және піл F4. A6 мына аттың мәселесін шешу. Егерде сіз біздің аумаққа кіретін болсаңыз бір бөлік, егерде артқа қарай шегінетін болсаңыз онда бір бөлік. C3, C8 және тура F2. Ат A4. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына қомағалар қатарына кіру. Алдық және орталықты қопарды E4. Тура D8, енді DE, FE және тура D4 деген іс-әрекетті жүзеге асыру. Піл E3, тура C8. G5, өрт сөндіргіш, қорғаушы деген ат көзін жою. Ат D7, F4. Ат B6. Мына C4-ке келудің амалы. F5, жоқ, бұлай және F6 бұл енді сарбаз шеге. Мына жерге шабуыл жасады және мына жерге шабуыл жасады. Піл F8, неге бұлай жүргені түсініксіз. Алдық және ат F7 қомағалар қатарына кірдік. Және мына тураға шабуыл жасадық. 0-0-0, ешкімде ешқандай басымдық жоқ. Тура F8, ат D6. Енді бұл 8 аяқ ат деп аталады. Өткен сіздер мүмкіндігі өте көп. Алдық және тура C2 қомағалар қатарына кірдік. Белсенділік өте маңызды және мына сарбазға шабуыл. Алдық, тура C1 және тура D2. Мына турамен және мына тураның екеуінің айырмашылығы бар, сіздер қазір байқайсыздар. Тура C7 қомағалар қатарына кірдік. Мына тураның ондай мүмкіндігі жоқ. Және ат D7 осы жүрістен кейін байқасаңыздар 1.64. Шын мәнінде ең дұрыс шешім бұл жерде піл D4 деген іс-әрекет болған еді. Бірақ қарсыға сондай шешім таппады. Ат D7. Тура C8 шах, ат F8 және піл B7 қомағалар қатарындағы сарбазды алдық. Алдық және ат негізгі орталыққа келді. Мүмкін болашақта ат F6 деген іс-әрекетті жасап қалуы мүмкін. Патша F7, патша F2. Ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. Піл B5, H4 және ат D7 тағы бір қателік. Шын мәнінде бұл жерде сарбазды негізгі орталыққа қою керек еді. Ат D7, H5, болашақта G6, содан кейін H6 деген амалдарды жүзеге асыру деген сияқты. Бұлай ат негізгі орталық келді, шах және бұлай алдық және піл A6. Енді біздің мына жерде өтетін сарбазымыз бар және болашақта мына сарбазда өте қауіпті болуы мүмкін. Піл C6, патша E3, патша E7 және ат F6 8 аяқ ат мына жерге шабуыл жасады. Осымен жағдай аяқталды шынымен де. H6 шах, қос соққы, мына жерге шабуыл және мына жерге шабуыл жасалды. Бұлай және ат H6. Енді байқасаңыздар, мынау шетте тұратын өтетін сарбаз және мынау қатарласқан өтетін сарбаздар. Ат F3, G6, патша G7, ат G4, бұлай және піл D3. Мұнан біз деген қорғауымыз керек, өткені қарсылас ат G6 деген іс-әрекетті жүзеге асыру мүмкін. Ат F5, алдық және H6 осымен ойын аяқталды. Өткені амалсыз алатын болсаңыздар, онда қос соққы мына жерге және мына жерге шабуыл жасайды. Осымен ойын аяқталды. Ақтар жеңді, қаралар жеңілді.